Сәлеметсіздер ме менің көрермендерім? Бүгін мен 5-10 минуттың ішінде оңай әрі жеңіл қойдың қарнын тазалаудың жолын көрсететін боламын. Каналға қош келдіңіздер. Менімен бірге болып, видеоны соңына дейін көріңіздер. Ең алдымен маған ыстық су керек болады. Қарындарды осы қайнап тұрған қатты ыстық суға саламын. Мұны 3-4 минут саламын. Қарын толық ыстық суға батып тұру керек. Осылай қолдарыңызбен шымшып көріңіздер. Бірі оңай алынса, ыстық судан алып, басқа бөлік ыдысқа салып алыңыздар. 3-4 минут өткеннен кейін. Міне қатпар жағын алып, мінекей қолмен тазалап жатырмын. Оңай алынып жатыр. Міне қарынды да ыстық судан шығардым. Міне қолмен өстіп шымшыған кезде осылай бөлік ыдысқа салып алыңыздар. Мінекей қолмен шымшыған кезде оңай, бірлері оңай алынып жатыр. Бұл тоқтының қарны 3-4 минут тұрды ыстық суда. Одан артық ыстық суда ұзақ ұстамаңыздар. Осылай шымшыған кезде оңай алынса, бірден басқа ыдысқа салып алыңыздар қарынды. Одан артық көп тұратын болса, қарын қатып қалады. Міне видеода көріп отырғандарыңыздай, міне қолмен шымшып жатырмын мен, бір қолмен оңай алынып жатыр. Егер ірі малдың қарны болатын болса, кішкене одан ұзағырақ ұстайсыздар. Осылай шымшып көресіздер. Оңай алынса, ыстық судан бірден алыңыздар. Мінекей, мен бір қолмен алып сіздерге көрсетіп жатырмын. Пышақпен де алсаңыздар болады. Мінекей, көріп отырсыздар. Міне, мына жерлері қалың жерлері, өте қалың жерлері. Бұлар да міне шымшыған кезде алынып жатыр. Мінекей. Міне осы жерлері қалың екені көрініп тұр. Бірлері өте қалың. Міне қарын жаңадан ыстық судан шықты. Міне қатты ыстық екені көрініп тұр. Міне қатпар жағының арасын осылай ашып тазалайсыздар. Мінекей, өте оңай алынып жатыр. Мінекей. Бұрын аналарымыз, апа, әжелеріміз, мінекей, ешқандай әктің де қажеті жоқ. Осындай тек қана ыстық су керек. Осылай ыстық сумен тазалаған. Мінекей, көріп отырсыздар, өте оңай алынып жатыр. Мен бір қолмен ақ қарынның бүрін алып жатырмын. Осы менің әдісім ұнаса, осы әдіспен жасап көріңіздер.
Міне осылай айландырып, жан-жағын осылай тазалайсыздар. Міне қарынның осы жерлері бірі өте қалың, қатты болады. Міне көріп отырсыздар. Мен бір қолмен әшейін шымшып тазалап жатырмын. Енді ары қарай пышақтың көмегімен жақсылап тазалап аламын. Міне мен қарынды 5-10 минуттың ішінде қарынның бүрін осылай тез тазалап алдым. Егер менің видеом ұнаса, маған тіркеліп пікір қалдыруды ұмытпаңыздар, лайк қойыңыздар. Алда тағы да жақсы видеолар болады. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Келесі кездескенше сау болыңыздар.